Бір жігіт үйленіпті. Үйлену тойының бірінші күні өзі, жаңа келіншегі және анасы үшеуі дастархан басына жиналыпты. Күйеуі дастархан басында жаңа келіншегіне ерекше құрмет көрсетіп үлкен сәнді кесемен тамақтың ең құнарлы жерін ұсыныпты. Ал анасына көңіл аудармастан, қарапайым кесемен тамақтың қарапайым жерінен ұсыныпты. Бұны сезген текті әрі дана келіншек күйеуіне менің талағымды беріңіз, сізбенен ажырасамын депті. Күйеуі сүйіп қосылған келіншегін алған шешімінен қайтарамын деп көп жалыныпты. Ақыры болмағасын күйеуі мұндай шешім қабылдауының сырын білгісі келіп далбасалап сұрағанда келіншек бұрынғылар қанына тартпай тумайды деген екен. Қалай жазаласаң солай жазаланасың деген ескінің сөзі де бар. Мен сізден бала тапқым келмейді, өйткені егер бала тапсам, қазір анаңыз қорланғандай мен де ертең қорланамын ба деп қорқамын депті. Сонымен келіншек ол жігітпен ажырасып, анасына мейірбан жақсылық жасаушы бір жігітке тұрмысқа шығыпты. Арадан біраз жылдар өтіп, күндердің күнінде керуенде түйенің үстіне қойылған түймешеде бала шағасының қызметінің аясында келе жатып, керуеннің соңында жаяу келе жатқан қараусыз бір шалға көзі түсіпті. Сонда әйел, ана ақсақалды қасыма алып келіңдер деп бала шағасына бұйырып, шалды шақыртып алыпты. Сөйтсе ол бұрынғы күйеуі екен. Ол әйел жаңағы шалға қарап, мені тандыңыз ба? деп сұрапты. Сонда шал жоқ депті. Сонда әйел, мен сіздің бұрынғы келіншегіңізбін, мен сізге сол кезде қанына тартпай тумайды. Қалай жазаласаң солай жазаланасың деп айтпап едім. Міне қараңыз, менің бала шағам қалай қызметімді атқарып жүр, ал сіздің қартайған кезде жаныңыздан табылуы тиіс бала шағаңыз қайда? Депті де, сауап үшін мына ақсақалға да қамқор болыңдар деп бала шағасына бұйырыпты. Абу Жафар, кей келіншектер үйде күйеуі өз анасының келіншегін абзал қойып жатса, мархаят. Мені сүйеді екен, мен үшін бәрінен бас кешеді екен деп көкірек қағады. Бірақ бүгін келіншегі үшін анасынан бас кешкен жігіттен ертең өзінен де бас кешер бала табарын қиялынан тыс қалдырады депті. Атам қазақ, атаңа не істесең, балаңнан сол келер деген еді. Жент аналардың аяғының астында. Аналарымызды құрметтейік, ер азаматтар. Еркек анасын құрметтемесе қатыны қайдан құрметтесін?